Сәлем достар, бүгін біз әдеттегідей 50 факты рубрикасын жалғастырамыз. Бүгін Нұрланның анимация арнасына қатысты 50 факт айтамыз. Видео қызықты болады деп ойлаймын. Ал ендеше кетті. Айтпақшы, осы видео туралы кішігірім спойлер. Бұл видеода Нұрланның анимацияға қатысты өмірі және Нұрланның белгісі деген сериалы туралы көп айтамыз. Ал кетті. Нұрлан қалам 2019 жылы 23 желтоқсанда анимация арнасын ашты, ал ең бірінші видеосы 27 желтоқсанда шықты. Қазіргі уақытта оның арнасында 70 мыңдай подписчик бар. Арнасындағы общий қаралым саны 4 миллионды құрайды. Ол көпшілігіне белгісіз атты мультсериясымен танылған. Анимацияны Аудоубл анимейт бағдарламасымен жасайды. Қазақстандағы анимация бойынша ең көп тіркелушісі бар ол Нұрлан. Нұрлан қалам бала кезінен сурет салуда өте қатты жақсы көреді. Қызықты факт: Нұрлан школьник кезінде комикс жасап оны сатқан кездерде болған. Анимацияға деген мотивациясы, яғни шабыты, Добрик деген аниматордың арқасында ашылды. Бұл оның өте баяғы істеген анимациялары. Анимация жасап болғаннан кейін ол Vegas Pro приложениесі арқылы монтаждайды. Видеоларды 7-10 күн аралығында шығарып тұратын. Әрине, бірақ YouTube тастамас бұрын Кескін деген топты барлықтарыңыз білетін шығарсыздар. Сол топта Нұрлан қалам болды. Нұрлан қаламның анимация жағынан ең жақын досы Нуранет болған. Егер білмесеңдер, Нұрланның XP-пен деген графический жеті бар, сонымен сурет салады. Нұрлан суретті қатты салады деп айта алмаймын, бірақ ол сурет салғанда жақсы көреді. Мән беріп қарасаңдар, оның персонажы Майнкрафт скиннен алынған. Ең көп жинаған просмотры, ал ең аз жинаған просмотры қазіргі арнасында. Актив кәдімгідей құлап кетті. Нұрланның данимамент анимация жасауға ойы жоқ. Оның анимация арнасында әзірше мүс кнопка жоқ. Нұрланды қашан видео деген сұрақтар ашуландырады. Нұрлан ютубтағы авасын 2 рет өзгертті. Бұда достар, барлығыңыз Нұрланның белгісі атты сериалын білетін шығарсыздар. Қазір сол туралы өте қызықты, сен білмеген факттарды айтамыз. Белгісі сериалында 4 бөлім болады. Қысқаша сюжетіне тоқталсақ, екі басты кейіпкер Нұрлан мен Лейла олар Алматыға баруды шешеді. Тез жету үшін қысқа жолды таңдайды, бірақ жол қауіпті болып шығады. Екі көптеген қиындықты бастан өткізеді. Қызықты факты осы: бүкіл бөлімнің жасалып бітуіне тура 1 жыл керек болды. Бұл көптеген аниматорлар Нұрланның белгісіз сериалына пародия жасайды.